Қазір Шағбан айы екені барша мұсылмандарға белгілі. Осы Шағбан айында ардақты пайғамбарымыздың Алланың оған игілігі мен сәлем болсын, көбірек ораза тұтқаны хадистерде айтылады. Тыңдармандарымызға түсінікті болу үшін осыған тоқталып өтсеңіз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилля ва салату аля набийина. Шағбан айында пайғамбарымыз ауыз бекіткендігі жайлы хадистер келтіріледі. Шағбан Рамазаннан алдыңғы ай. Сондықтан Рамазанға дайындық ретінде ауыз бекітіп, Алла тағала алдындағы үлкен құлшылыққа нәпсіні әзірлеген жөн. Бұл айда көп жақсылықтар бар. Сол себепті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Шағбанға ерекше мән беріп, көп күндерін оразамен өткізген. Шағбан көпшілік мән бере бермейтін Ражаб пен Рамазан айының ортасындағы пенделердің амалдары Алла тағала құзырына көтерілетін құтты ай. Мұсылмандар анасы Айша радиаллаху анха былай деп айтады: Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам оразаны ұзақ тұтқаны соншалықты, біз ол кісі енді ауыз ашпайтын шығар деп ойлаушы едік. Және ораза тұтпай ұзақ жүргендіктен енді ауыз бекітпейтін шығар деп ойлаушы едік. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам Рамазан айынан басқа айда толық ай ораза тұтқанын көрмедім, және Шағбан айынан басқа айда көп ораза тұтқанын көрмедім деп айтқан екен. Сондай-ақ Айша анамыз Шағбан Алла елшісіне саллаллаху алейхи уассалам ең ұнамды айлардың бірі еді. Сондықтан Шағбанда ораза тұтып Рамазанды қарсы алатын деп өзінің естелігімен бөліседі. Осы жоғарыда айтылған хадистерді түсіндірген хадистанушы Ибн Хажар бұл хадис Шағбан оразасының фазилетін көрсетуде десе, Ибн Раджаб пайғамбарымыздың 12 ай ішіндегі оразасына келсек, Шағбанда басқа айларда тұтқаннан ерек ауыз бекітуші еді деп қорытындылаған екен. Жақсы, рахмет. Осы ретте тағы бір сауал туындап отыр. Ардақты пайғамбарымыздың Алланың оған игілігі мен сәлем болсын, Шағбан айында ораза тұтуының сыры неде? Шағбан айындағы оразада негізгі екі сыр бар екен. Біріншісі, бұл айда сіз бен біздің амалымыз жаратқанның құзырына көтерілетіндігі айтылған екен. Сахаба Усама бин Зайдтың радиаллаху анху: "Уа Алла елшісі, сіздің Шағбан айындағыдай басқа айларда ораза тұтқаныңызды көрмедім" деген сұрағына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: "Бұл Ражаб пен Рамазан айының ортасындағы адамдар мән бере бермейтін ай. Бұл әлемдер Раббысына пенделердің амалы көтерілетін ай. Менің амалдарым көтерілген кезде ораза күйде болғанды қалаймын" деп жауап берген екен. Хадистанушы имам Ибн Раджаб былай деп келтіреді: көптеген сырлардың бірі Шағбан екі үлкен айдың ортасында елеусіз қалып қойған ай. Адамдар сол екі қасиетті айда құлшылық жасаумен көбірек шұғылданады. Көптеген адамдар Ережеп айы Құранда айтылған қасиетті 4 айдың бірі болғандықтан Шағбанның оразасынан Ережептің оразасы абзалырақ деген ойда болады. Алайда олай емес деп қорытындылаған екен. Шағбан оразасының екінші бір бізге пайдасы Рамазанға дайындық. Сіз білесіз, әрбір үлкен істен алдын ерекше дайындық қажет. Рамазан айына бірден әу деп оразамен кіріп кеткеннен, сол оразаға ерекше дайындалған Рамазанды жақсы ораза тұтып өтуге мүмкіндік береді. Дәрігерлер ораза жайлы былай деп айтқан екен: оразаның алғашқы күндері адам ағзасы қорек жетіспеушілігін толықтыру үшін денеде сақталатын іш майларды қорек ретінде өз бетінше пайдалануды бастайды. Нәтижесінде адамның ағзасында кейбір өзгерістер болады. Қанындағы құрамдар өзгере бастайды. Сол себепті алғашқы күндерде ораза тұтушының бас ауыру, әлсіздік, ашушаңдық және мінез өзгеру секілді кері әсерлері байқала бастайды дейді. Міне осы кездегі адам көп жағдайда ұрысқақ, ренжігіш болып келеді екен. Ал бірер күннен кейін адам ағзасы құрамдағы гормондар қалыптасқаннан кейін аталған кері әсерлер жойылады. Демек, Шағбан оразасын тұтып, қасиетті Рамазан айының парызына дайындалсақ, Рамазанды мейлінше мол сауаппен әрі өзімізге пайдамен тұтып шығуға ықпалын береді екен осы ай. Енді осы Шағбан айында ораза тұту тәртібіне тоқталып өтсеңіз. Бұның қандай шарттары бар? Сонымен қатар қосымша нәпіл ораза қалай тұтылады? Шағбан айын тұтастай оразамен өткізу жарамайды. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Рамазаннан алдын бір немесе 2 күн алдын ораза тұтпаңдар. Тек қана әдеттегі ауыз бекітіп жүрген адам болса ғана тұтсын деп айтылған хадисі бар. Бұл хадисті сахаба Абу Хурайра радиаллаху анху жеткізеді. Имам Муслимнің хадис кітабында келеді. Сондықтан
Шағбан айының басым күндерін оразамен өткізгенмен Рамазанның қарсаңында ауыз ашып оразасыз болған жөн екендігін осы хадистен аңғарамыз. Енді өзіңіз білгендей, жыл 12 айдың ішінде нәпіл оразалары бар. Ол Рамазаннан кейінгі Шәуәл айының 6 күн оразасы. Яки болмасам қажылық айының ішіндегі Зүлхижжа айының 10 күн оразасы. Және де сізбен біз әңгіме етіп отырған Шағбан айының басым күндерінде ораза тұту. Және де Құранда айтылған қасиетті 4 айдың ішінде ораза тұту секілді. Аптаның ішіндегі дүйсенбі мен бейсенбі күн оразалары. Яки болмасам әр айдың ай туғаннан бастап санағандағы ортаңғы 3 күнде ауыз бекітіп өткізу. Және түйіндеп келетін болсақ, Дәуіт пайғамбардың оразасы деп сипаттаған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сөзінде айтылғандай, бір күн ораза тұтып, бір күн ауыз ашып жүруде бұл нәпіл оразалар болып келеді. Құрметті Руслан Миятбекұлы, жалпына бағдарлама барысында Шағбан айына қатысты біраз сауалдарға жауап бердік қой. Осы ретте тағы бір сұрайын дегеніміз, нәпіл ораза тұтылмайтын кездер болады ма? Қандай жағдайда нәпіл ораза тұтылмайды? Нәпіл ораза тұтуға да келмейтін жағдайлар болады. Оны санамалап айтатын болсақ, бірінші бұл үлкен және кіші айт күндері. Бұл күндер мереке болғандықтан, мұсылман адам осы күндерді мерекелік дастарханның басында қуанышпен болған абзал. Сол секілді жұма күні, аптаның ішінде тек жұманы оразаға белгілеп қою, бұл шариғатқа жатпайды. Жұма да мұсылмандар үшін мереке. Сол секілді аптаның ішінде тек сенбіні жалғыз өзін оразаға арнап қою, бұл да жараспайды. Өйткені сенбі басқа діндегілердің мереке күні болып саналады. Және де шәк күні, яғни ертеңгі күн Рамазанның алғашқы күні ма, әлде Шағбанның соңғы күні ма деген шәк шүбә болып тұрған күні ораза тұтуға тағы болмайды. Сонымен қатар жыл 12 ай ешбір үзіліссіз жыл бойына ораза тұтуымен айналысу, бұл да шариғат бойынша тыйым салынады. Өйткені ораза құлшылық болғанмен біздің ағзамыз аманат, оған күтім жасау да құлшылық болып саналады. Сол секілді әйел баласы өзінің күйеуінің рұқсатынсыз нәпіл ораза тұтуына тағы болмайды. Ең соңғы ескере кететін жайт, кешкі уақытта ауыз ашпастан ертеңгісіне бірден ауыз бекітіп кету, бұл да жараспайды. Яғни бұл да денсаулыққа қауіпті, адам өзін қинайтын болып саналады. Осындай жағдайларда және осы жыл мезгілдерінде жоғарыда аталған ораза тұту нәпіл болса да тыйым салынады шариғатта. Осы Шағбан айының 14 мен 15-іне қараған түні Барат түні екені белгілі. Енді осы Барат түні туралы айтып өтсеңіз. Бұл түн туралы көптеген негізсіз хадистер де кездестіріледі. Кейбіреулер тым асыра сілтеп көп құлшылыққа мән беріп кететін жайттар да бар. Ал кейбір жағдайларда бұл түн мүлдем айтылмаған деген сөздер де бар. Яғни осы түнге байланысты пікір екіге қағайырылып бөлінеді. Біздер бұл түн жайлы пайғамбарымыз хадисі бар екендігін ескере отырып, алайда артық басқа шариғатта көрсетілмеген жайттарды жасамауымыз керек. Абдулла ибн Амр радиаллаху анху сахаба пайғамбарымыздың мына сөзін келтіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, Алла тағала Шағбан айының ортасында өз пенделеріне қарап, өзіне серік қосқан мүшрик пен кекшілден басқаның баршасының күнәсін кешіреді деп айтқан екен. Бұл ең үлкен хадисшілер имам Ахмедтің дерегінде келеді. Сол секілді хадисші Ибн Хиббан сахаба Муаз ибн Джабалден де осы мағыналы хадисті риуаят етеді. Демек бұл түн жайлы хадис бар. Бұл түнде құлшылық жасауға болады, бірақ арнайы әр жылы осы түнде келтірген дерекке сүйенбестен өз бетінше құлшылық жасап, өзгелерді де сол құлшылыққа міндеттеу, бұл әрине дұрыс болмайды.